Қазақ қоғамы сонау хандықтан бастап осы тәуелсіздікті жеңіп алам дегенге дейін көптеген қиыншылықтардан өтіп Қазақстан мемлекеті болып қалыптасты. 1991 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігінің конституциялық заңы қабылданғаннан бастап Қазақстан өзінің тұрақты саяси құқықтық жүйесін, экономикасын құрастырып, дамушы мемлекеттер қатарына кірді. Еліміз тәуелсіздік құрметіне орай 2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығын атап өткен болатын. Бұл еліміз үшін тарихи маңызы бар оқиға болып табылады. Қазақстан 2030 және Қазақстан 2050 стратегиялары басшылыққа алынып, елдің дамуына өз әсерін тигізді. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан халқы ынтымақтасып, бірлікті нығайтуға, рухани-мәдени жаңғыруға қол жеткізді. Отанымыз Қазақстан мүмкіндіктер елі. Түрлі саладағы жетістіктеріміз еліміздің болашағына сеніммен қарауға негіз береді. Әрбір қазақстандық өзінің үлесін қосу арқылы отанымыздың гүлденуіне атсалыса алады. Бірлік, ынтымақ және алға қойған мақсаттарымызға жету жолындағы еңбек Қазақстанның жарқын болашағының кепілі.